Аяқтан тердің бөлінуі табиғи процесс болып саналады, алайда кейбір адамдардың аяқтарының иісі ерекше жағымсыз шығады. Бұл кәдімгідей ыңғайсыздық тудырады. Сіз осы үшін қатты уайымдай бастайсыз, аяқ киіміңізді шешуге ұяласыз, үнемі шұлық ауыстыруға мәжбүр боласыз және үнемі ваннаға қарай асығып тұрасыз. Егер сіз үшін аяқ киіміңіздің аяғыңыздағы жағымсыз иісі маңызды проблемалардың бірі болып тұрса, онда біз сізге одан арылудың жолдарын көрсетеміз. Арақ пен спирт. Аяқ киіміңіздің ішін кәдімгі арақпен сүртіп шығыңыз, немесе оның орнына нашатыр спиртін пайдалансаңыз болады. Мақтаны араққа немесе нашатыр спиртіне малып алып, аяқ киімнің ішкі бөлігін толық қамтып ылғалдандырып шығасыз. Бірден кимей оның кепкенін күтіңіз. Тұзды су немесе ас содасы. Тұзды судың немесе ас соданың суына аяқ киіміңізді 2 күн бойы ұстау. Бұл әдіс қиындау болып көрінгенімен ең пайдалысы. Кез келген аяқ киіміңізді дәл осы әдіс бойынша буға қойсаңыз, ішіндегі вирустар мен бактерияларды толықтай жояды. Белсендірілген көмір. Иісті жоюға арналған тағы да бір таңғаларлық әдістің бірі тұз ұнтағы мен белсендірілген көмір ұнтағы. Мақтадан жасалған ауа өткізгіш шұлықтың ішіне тұздың майда ұнтағы мен белсендірілген көмір ұнтағын араластырып, аяқ киіміңізді ішіне 2 түнге қалдырыңыз. Сірке суы. Аяқ киімнен арылуға сірке суының да көмегі бар. Суға араластырылған сірке суымен аяқ киіміңіздің іші мен сыртын толық сүртіп шығыңыз. Бұл әдісті жиі жасап тұру қажет. Мысалы, аяқ киімді 2 рет кисеңіз, ортада 1 рет сүртіп тұрыңыз. Бұл ұсынар соңғы әдіс хош иісті эфир майы. Иісті ұзақ уақыт шығармай тұратын бұл кеңесті де жиі жасап тұрыңыз. Кез келген жұмсақ мата немесе мақтаға хош иісі бар майдың 1 немесе 2 тамшысын тамызып, 1 күн тұрғызсаңыз, бірнеше күн иіс сақталып тұрады. Жылдың қай мезгілі болмасын, аяқтағы иістің болары даусыз, әсіресе ер адамдарда. Қандай аяқ киім кисеңіз де таза ауаға желдетіп тұруды ұмытпаңыз.